Нагам Фармай, Балабиев, Тимур Турулов. Саған орысша айтайын ба? Суының бәрі, мінеке, жандостас, сендердің жұмыстарың ғой осының бәрі ақтар жүру. Абдужапаров. Ақшаның бәрін қай жаққа алып кетесіңдер, түсінбеймін мен сендерді. Туғызамай қалама, көтерамай қалама, халық қызық емес сендерге. Кәдімгідей ағынды көріп тұрсыздар ғой, қалай келіп жатқанын. Өте алмайсыңдар, басқа жақтан жүріңдер. Жаңа қосылғандарға ыңғайлы болсын. Жанбол Рахматулла, 10 ақпан, Кентау қаласы, Яссауи көшесі. Кеше мына жерді түсіріп кеткен болатынмын. ЖКХ Кентау деп Талғат Искаков YouTube'да жауап жазып кетіпті да маған. Тазалап жасап қойдық, базар түсірген жағын деп, соны көрейін деп келген ғой. Киіп алайық, көрейік не жасағандарын. Ал бұл жердегі жасалған қаям да жоқ па не? Машинаның дөңгелегін биіктігін қара қаншалықты сол батып тұр. Бұл жерден ба бір кеме әпкеп арендаға қойып қой керек екен, жаңа ақша табуға. Жүзіп өтеміз, жүзіп. Секіртіп қойған адамдар, халықтың бәрін осылай. Кішкентай іні қарындастарымыз, апаларымыз, сұмдық. Клей ашылады, су өтеді, ол ауруға алып келеді бәрін. Байқаңдар балар. Алысқа бармаймыз. Міне, тротуарға келдік. Панфилов көшесі мен Яссауидің қиылысындамыз. Мына нысан Байсейітов Данияр, қала құрылыс сәулет бөлімінің басшысы. Мына нысанның мына жасап қойғаны өте дұрыс емес. Суды адам жүретін жолға. Жандостас, Кентау қаласының әкімі, мынаны дұрыстап жасатқызыңыздар. Мына ғимараттардың, нысандардың бәрі, көп қабатты үйдің астынан ашылған кәсіпкерлердің бәрі адам жүретін жолға суларын ағызып жатыр. Байсейітов Данияр, көзіңе қарап айтайшы. Кентау қаласының әкімі Жандостас, қала құрылыс сәулет бөлімінің басшысы Байсейітов Данияр, Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров, құрылыстан мүлдем хабарларыңыз жоқ болса, мен бағдарламашы, заңгер сіздерге түсіндірейін. Мынау кәсіпкерлер Яссауи көшесінің көп қабатты үй, 5 қабатты үй, соның астынан ашылған кәсіптер бұлай суды тротуарға адам жүретін жолға ағызуына тыйым салынған. Соны келіп қаланың ең үлкен көшесі, бәріңіз Шымкент, Түркістан үйлеріңізден келген кезде ана жерден түсіп қалып, ары қарай кішкене бір жаяу жүрсеңіздер, өтініш қаланың тұрғындарынан атынан. Болмайды, мынаның бәрі қазір келіп адамның аяғының астына келіп жатыр. Бүкіл кәсіпкердікі осы. Нагам Фармай, Балабиев, кім? Атығымет, Астанада парламентте отқан Қайрат, жездеңіз ба, әпкеңіздің ба? Кәсібі ғой мынау. Айтсаңыздар шына болмайды, адамдардың менен судың бәрі келіп жатыр да, суға қосылады, ары қарай адамдардың жүргіне, денсаулықтарына залал келтіріп жатсыздар. Суағары Тимур Турулов. Саған орысша айтайын ба? Так нельзя делать. Надо водоотвод по-другому установить как-нибудь, чтобы не мешало людям. Вред людям не приносите. Деньги зарабатывать умеете, а о людях не заботитесь вообще. Наңғара халықтың өздерін жасап қойған жолы, өздеріне тастардан қойып жол жасапты. Байқаңыздар, бағдаршам адам өтіп атыр, кінәсі жоқ, қызыл жанып тұрған жоқ адамға, оны кінәлай алмайсыңдар. Кеттік. Көріп тұрмыз ғой, телефоннан сіздерге бір аз су сияқты көрініп тұр, шын мәнінде аз су емес.
Маңара қаншалықты ағып жатқанын. Мен айттым өткенде. Қалаға қоқыс жәшіктерін базардың маңына, халықтың көп жүретін жеріне қоқыс жәшіктерін қойыңдар дедім. Қоймадыңдар. Қоймадыңдар ғой жандостас, я? Мәне себебі салдарын көріп жатсыңдар енді. Арықтың бәрі толып жатыр. Мен сендерге айттым. Адамдар сусынан ішет, жейтінін жейт. Қай жаққа тастайды оны дедім. Қоқыс жәшік жоқ болса, урна жоқ болса, қайқа тастайды? Арыққа тастайды. Арығың мені толып жатыр. Асып жатыр. Мен жаңа телефон алатын сақтым ғой мына видеодан кейін. Жаққа машина түсіп кетті. Арықтың бетін жаппаған, содан темір решеткілермен жауып қою керек еді ғой. Соны жаппаған себебінен не болып жатыр жандостас. Адам сияқты айтқан нәрсені тыңдамайсыңдар, түсінбейсіңдер, білмеймін не екен. Сендерге қай тілде айтатын? Нұралхан Көшев. Қашан қарад, адамның тізесіне дейін су болып келе жатыр ғой. Не мазақ бір қызық сияқты. Камералардан біздің әкім Нұралхан Көшев, Түркістан облысының әкімі Жандос Тасов, Астанада премьер-министр Бектенов бәрі қарап қызық көріп отыратын сияқты. Сәйгүліктерді қара секіріп жүр деп. Қызық па сендерге осы халықтың бәрі секіріп, аяқтарын ауырып, машинасы аударылып, төңкеріліп жатыр. Айттым ғой, адам сияқты қоқыс жәшіктерін қойыңдаршы дедім. Адамдардың жеп ішкен нәрсесін тастасыншы дедім ғой қоқыс жәшігіне. Қалаға тастап кетеді. Оның бәрі келетті, желмен келетті, қайқат еді. Арыққа түседі. Көріңдер. Арықтарың толып жатыр. Маңғара, деңгейін 3 метрден кейін қара не болып кеткен. Бәрі суға батып, тізесіне батып, судан шығарып жатыр. Бір қоқыс жәшігі жоқ. Өткенде айттым, пандустар мүмкіндігі шектеулі жандарға жасапсыңдар ал. Бір қоқыс жәшіктерің жоқ. Ренжисіңдер, сосын тұрғындар қоқыстарын тастап, арықтың бәрін толтырып тастады дейді. Наңғара, суының бәрі келет, саған жолға кетеді. Бұл сосын осындай шашатта кетеді осы судың бәрін үстімізге сосын. Мен кеше тұрып түсірген жерім. Жасаған сымақтарын қара, жасаған. Су азайыпты бірақ кешеге қарағанда. Бірақ толыққанды емес. Көріп тұрсыңдар су қай жақпен кетіп жатқан. Сол жаққа бір кішкентай биіктігі бір 20-30 сантиметр арық тереңдігін тастап, бетін жауып қойсаңдар болады, машина кедер кетпейтін машина қойылатын еді. Базардан арғы базарға өтетін жол. Көресіздер, машина өткен кезде жақсырақ көрінеді, бұлай көрінбей жатыр ғой. Көрдіңіздер, су екені. Телефон бәрін дұрыс бермейді, өкінішке орай. Суреттің бәрін мына жерде болып жатқан. Маңғара Береке базарының арығының суы келді да, үстінен бәрі жиналған суының бәрі келді да, мына жерден ақып кетіп жатыр ғой. Береке базары көріп тұрмыз ғана, темірмен жапқан ғой, өздері арық жасағанда суағарларын, жоғардағы суағарларын жасаған, үстін төменмен арыққа алып келгенде, ал арықтарының соңы мына жер машина жүретін жолға, мына жерден адам өтетін жолға алып кеп қойып қойған ғой. Көріп тұрмыз ғой судың қалай келіп жатқан, я? Қанша мың шаршы метр ден суының бәрі мінеке. Жандостас, сендердің жұмыстарың ғой осының бәрі ақтар жүру. Мен ақтар жүрім осының бәрін. Осының бәрі міне деңгейімен кетет. Қайда баратын көріңдер. Көрдіңдер ғой, бірақ көздерің шел басқан болса деп қосымша көрсетіп жатырмын да сендерге. Міне, бірнеше мың шаршы метрінен келеді судың бәрі. Бұлай деңгейімен келеді. Міне құбыр. Бұның бәрі ар жаққа кетіп жатыр.
Бұның бәрі былай келеді. Мына жерден шығып жатыр, әдейіге жауып қойған, құбырларынан су қай жаққа кетіп жатқан анықтай алмасын деп. Бір дал көз соқыр болмаса көреді ғой, бірақ біздікілер соны көрмеген сияқты болып жүрді. Сосын міне судың бәрі келеді да. Мына жерге екі ортаға келіп тұр. Адамның өтетін жолының бәрін жауып тұр. Бұл судың бәрі міне көлік машинасын жолына келеді да мына арыққа қосыпты. Мына жақта былай өзен болып жатыр. Осы мен айтып жатқаным жаңа. Ана ақшаның бәрін бір жерлеріңе тыға бермей. Көріп тұрмыз ғой анан. Ана фокусы кетті ма? Мына жерден жолды қазып, бір 6-7 метрді қазып, құбыр тастап, мына жерге жалғап жерсеңдер болатын еді ғой адам сияқты. Жолдың бәрін су басқызбай. Абдужаппаров, Мансур, Рахымжан, ұлы, Абдужаппаров. Ақшаның бәрін қай жаққа алып кетесіңдер, түсінбеймін мен сендерді. Қазып осыны адам сияқты ар жаққа цивиліне жасап қойсаңдар болады ғой, аңғараш көшенің бәрін су бастырып атсыңдар. Енді қара Береке Абдужаппаровқа үйреттім, я? Енді Байсейітов, қала құрылыс, Данияр, архитектура, саған сабақ. Жандос Тасов, Кентау қаласының әкімі, архитектураны сен де бітіргесің ғой, саған да кішігірім сабақ өтіп кетейін. Наны қарысы Абдужаппаров, мына беттен, базарының мына жағынан Абдужаппаров, кім едің? Рахимжан. Бұл да мына жаққа көшеге ағызып жатыр ғой. Байсейітов, Жандостас, қаласының әкімі жаңағы бөлім басшысы, қара. Су ақыры мына жаққа кетіп жатса, мына жер қазасындар 40-та 20-ма, 40-та 30-ба етіп қазасындар да, арық тастайсыңдар да, ақыры осы бетке келіп жатыр ғой судың бәрі. Оның бетін темір решетмен жаңағы угольникпен жауып қоясыңдар. Болды ғой, ешкім мазаламайсыңдар, ешкімге кедергі етпейсіңдер. Маған қарайын, бәрі секіріп, басып, секір алмайтындар, шылқып. Жолдың бойының бәрі. Арғы етіп қойсаңдар, бәрі ар жаққа барады. Соған бастарың жетпеген ғой, ақша жетеді ғой бастарың, жай ғана жасағыларың келмей, сараңдықтарың ұстап қалған ғой. Әйтпесе бастарың да бар, ақша да бар, не керек, керектің бәрі бар. Тек қана ниет жоқ та, сараңдық жасағыларың келмейді. Осы қанша жыл болды адамдар секіріп жүр ғой, үйреніп қалған шығар деп. Тізесіне зақым келе ма, аяғынан су өтіп ауыра ма, туғыз амай қала ма, көтер амай қала ма, халық қызық емес сендерге. Кентау қаласында полиция басшысы, прокуратура. Сендер мен яғни белсендіге қатысты істі қысқартып тастайсыңдар. Мен айтқанымды көрмегендей, естімегендей болып отырасыңдар ғой. Бұны да көрмегендей болып қалатын шығарсыңдар, білмеймін. Бірақ мынау абаттандыру 505-ші бап абаттандыру қағидатын бұзып отырған кәсіпкерлерге не шара көрмейсіңдер? Өткенде шағым жазған едім, пық етіпті да, полиция прокуратураға сілтеп жүріпті. Прокуратураның нұсқау бойынша, прокуратураның шешім бойынша ісіңіз қысқартылды деп. Болыпты, қысқартсаңдар, қысқартыңдар.